Сәлем достар, бүгін біз Майнкрафттағы 3-ші бөлімді жалғастырамыз. Біз алдыңғы бөлімде мына жақтағы ана үлкен шахтаны көрдік. Мына жақтағы болады дедік. И осы жердің қасына соғайын дедік. Осы бір жерлерге. И біз мына жерде тым болып жатыр екен. Енді біз не істейміз? Қараңғыда істей алмаймыз ғой. Сондықтан мен қазір жарығын көбейтейін да и кеттік. Мына жерде біз тазаласын верстак қояйық та одан біз топор жасайық. Верстак қояйық и мына жерден топор жасаймыз. Міне топор жасадық и мына ағаштарын бүкіл сындырып шығамыз. Мұнан ағаштардың бүкіл сындыру деген қаншама уақытқа кетеді десеңші. 40 уақыт кетеді. Әрбір жерге шығып кеткенде ағаштар жуан кейбіреулер ұзын осындай жерлері болады. Шыңдарыңызда ма осындай жерлері барларына комментарийға жазып беріңдер. И біз тағы да көтерілейік. Осы жеткілікті ағаш тастайық. Төбе жағын алайық. Мынау бүтпейтін ағаш па қандай өзі? Бүтпейтін сияқты мына ағаштары. Осы да сияқты бүкіл ағаштың атасы. И мына жақта бір нәрсе тіреп оған қарамаймын. Көтеріле беремін. И мен мына жақта ағашты полностью бітірген сияқтымын. Бас жағын. И мен мына жақтағы қасындағы ағаштарды сындырайын. Мына жақта бір ағаш бар екен. И мына жақта бір ағаш бар екен. Мына жақта бір ағаш бар екен. Болды ма? Давай кеттік алып түсеміз. Мына жақта. И мына жақта. Бұл алматы болды. Енді бұның түскен бүкіл жапырақ түсіп кеткенін күтеміз. Мына жақта біз тағы да сындырады. Бұл да кішкене сондай екен. Бірақ нерма тиіп кетті осындай. Неге осындай шыға берді? Біз алдағы уақытта егін шаруашылығымен айналысуымыз мүмкін. Егін шаруашылығымен айналыс десеңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Мен обязательно оқитын. Мына жерде ағаш көп немене жәндік ағаш сияқты екен бұл да. Енді біз мына жақта мінетін бар екен ағаштардың. Мына жақта енді бүйтіп қазып ағаштарды алып и мен жанымды келтіріңдер сендер, Ал мен мына жақта ағаштарды алып өліп жатайын. Мына жақта басқа ағаш көтті. Мына жерде вообще басым істемей кетті. Қай жағын істеп жатырмын дегендей. Мына жақта не болып жатыр вообще? Түсінбедім. Мына жерде деген алып кетеді ғой басым. Мына жерде түсінесің десең. Давай мына жақта ағаштарды сындырайық. Бүгін мен бар ғой, шахтаға түссем ба деп ойлаптым. Бірақ мен мына ағаштарды тазаламасам болмайды мына жерімді.
тазалай беру керек. И наяқтарды біз алып тастаймыз шөптерін. Наяққа қоямыз. Но басыма тірей береді. Неменен ау ағаштары. Наяқта ағашты аламыз. Біреу ағаштыққа бола ма? Неге бүкін құрттың өзі. Мақыл жарайды мына ағашты тастайық. Бұл ағашта оңай емес сияқты жота. Ән айттым ғой міне оңай емес деп. Осындай болатын бөлек менде. Енді біз нарды алып тастайық. Мен андай Майнкрафттан өзім творческіден салып сіздерге көрсетейін ба деп отырмын. Сондай бір видео жасасам деймін. Сондай видео жасайын ба, әлде жасамайын ба? Өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып кетіңіздер комментарияға. Енді біз ағаштар бітпей кетті. Осы ағаштар қазір үйге кетеді ғой бүкілі. Ауылмен болатын сияқты ғой. И наларды алып тастайық. Немене екі ағаш қосылып кеткен бе бірден? Сондай сияқты мына жер. Ең аяқтағы ағашты алайық. Біреу болды ма? Ана жақ болған сияқты жота. Аяқты шарсап істейсің мұнан бүкіл. Аяқтағы ағаштарды тастайық. И болған сияқты. Мына ағашты да алып тастау керек еді. Не алып алмаған десеңші. И алып тастайық бүкілін. Бізге керек болады бұлда. Мынаны да тастай салайық. И бізге андай не керек сияқты, не лопата. Мына жерде қанша ағаш бірден өсіп кеткен. Мынаны бүкілін алу керек. Точно айтайын, алу керек бүкілін. Бүгінгі видео аз болатын сияқты. Өйткені мына жерден қалай аз видео болмайды. Мынау басың ауыр кетеді ғой. Мынаны бүкіл істейін деп шаршайсың ғой. Баса бересің. Қолың ауыр кетеді ғой істегеннен. Мынаны бүкілін алып тастайық. Өйстіп мына жерде ағаш деген қырғын алып жатыр. Егер екі ағаш бар ма бізде? Мынадан 25 уже бір тастап жиналып қалған ба? Ё-майо. Не істейміз? Шаршап кеттім мен де. Нағым да шаршаған шығар. Ой, қоя салшы, қолым ауырып кетті деп. Сосын түсінбеймін да, алыстағы жерлерді сындыра аламыз, әлде біздің қолымыз ұзын ба? Біздің қолымыз кішкентай ғой. О жерге дейін жетеді да. Майнкрафт бірақ шығармайтын жоқ. Мен осы Майнкрафт тартуды үйретем дедім ғой, Бұны қазір сіздерге көрсетем. И мен телефоным мән бермей қойыңыздар. Үстіп шығасыздар да. Домалақ тұрған осыған кіресіздер. И Майнкрафт 1.21 деп жазасыздар да. И мына жақта сіздерде мынаны басасыздар. Осы ең бірінші тұрғанды. Менде интернет жоқ екен, сондықтан келесінде көрсетем. Бірақ менде қазір интернет қоссам болмайды, сондықтан келесі бөлімге қалдырайын. Ендеше сау болыңыздар.